Екі айлық аламан, өмір ашты талай жанға жаңадан. Бірі тапты жаңа таныс, жаңа дос, бірі тапты өз кәсібін қалаған. Кейбіреулер ғашық болып үлгерді, тұйық мінез ашық болып үлгерді, алыс кетіп ертең күні көбіміз сағынамыз осы өткен күндерді. Екі айда қанша адам жаман әдет өшіріпті санадан, аламанның атын шауып көргендер енді олар биік тұлға, жаңадам. 60 күнде көрдім біраз адамды, көрдім ішкі рухын жағалды, көрдім біраз ызыңдаған шыбынды, көрдім тағы жаны жомарт ағамды. 60 күнде 60 түрлі ой келді, білмеппін мен өз күшімді бағамды. Мен де келдім, сен де келдің мақсатпен, кетейінші деп осы жерден жақсатпен. Өткеніне риза болмай жүргендер үйреніпті қуануға әр сәттен. Кәсіпкер болам, бай болам деп келгендер байлық деген басты екенін түсінді. Өміріне өкпелі, ренжулі адамдар өмір деген басқа екенін түсінді. Ахметбек аға бастаған, біздей жастар қостаған, ұраны алаш болатын, тамыры терең ағаш болатын, төрт құбыла тең болатын, күн туады сенемін, сапалы қазақ ел болатын. Жол көрсеткен ағам бар, аты оның Ахметбек. Кетіп барам бүгін мен сол ағама рахмет деп.